Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. QG Live бағдарламасы әдеттегідей жұма күні тікелей эфирде. Бүгін біз сіздермен 20-шы турдағы ойындарды талқылайтын боламыз. Мен Эльдар Аманбай, және бүгін бізде қонақта QG Лиганың пресс-секретары, медиа офицері, жалпы QG Лиганың аяғы, қолы, жүрегі, көзі Бекежан Ардағұлы. Бекежан, студияға қош келдің. Ассалаумағалейкум, шақырғандарыңызға рахмет. Жалпы талқылайтын дүние өте көп. Павлодар қаласында болдық. Басты Бекежан әрине талқылайтын және құттықтайтын нәрсе ол QG Лига алтын адам номинациясының жыл үздік бренді атағына ие болды. Жалпы бұл жаңалықты естігенде жаңа басшылық, QG Лигада істейтін мамандар не деп айтты, өйткені бұл сендердің ортақ жеңістерің. Әрине, ең бастысы бұл жердегі басты естіген уақытта бұл қуаныш қой. Қайткенмен де QG Лига ашылғаннан тек қана 1,5 маусым болды. Толыққанды 2 маусым өткен жоқ, бірақ осы уақыт аралығында біз Meta Ratings спорт маркетингтегі жүлдесін жеңіп алдық. Одан бөлек міне алтын адам байқауында міне бренд года номинациясын жеңіп алдық, және содан бөлек біз сондай-ақ 6 номинацияда финалдамыз. Бұл жұмысымыздың, еңбегіміздің нәтижесі десек болады, және біз ең бастысы бұнымен тоқталып қалмаймыз. Біз барлық жұмысымызды тек қана осы марапаттарды жеңу үшін емес, жалпы осы жасөспірімдер футболындағы деңгейді арттыру үшін жұмыс атқарудамыз ғой. Балалардың қуанышы. Әрине, маған негізі ең қызығы және QG Лиганың өзінің марапаттау рәсімі өтеді ғой, QG League Awards. Өткені былтыр Алматыда болған бұл мерейтой керемет өтті, керемет деңгейде ТВ-дан көрсетілді, барлығы керемет болды, Қайраттың жаңағы кубоктың табыстауы, жалпы барлығы деңгейде мықты жаңағы қонақтар келді. Биыл енді сол қонақтардың ішінде кім болады, қандай формат болады белгісіз бе? 1 қарашада болатыны рас па? Бекітілді ме? Алланың қалауымен 1 қараша күні Алматы қаласында, Алматы театрда біз марапаттау рәсімін өткіземіз. Маусым қорытындысы бойынша үздіктерді анықтаймыз. Футболшылар арасында, медиа маркетинг саласындағы қызметкерлердің арасында жалпы барлығының үздіктері анықталатын болады. QG Лиганың элиталық дивизиондағы кубогы, алтын медальдары сол рәсми марапатталатын болады. Және, локация, былтырғы локация, шамамен дресс-коды барлығы бойынша былтырғыдай өтеді, бірақ бізде қосымшалар болады. Номинациялар? Номинация деген жоқ, номинация қалатын шығар былтырғымен. Қосылатыны бізде жалпы енді қазір бір кішігірім не болып қалсын, инсайт болып қалсын, мүмкін жүлделі бағалы ақшалық сыйлықтар болып қалуы мүмкін. Командаларға? Әлде футболшыларға ма? Командаларға емес. Енді футболшылар бұл жасөспірімдер ғой. Жасөспірімдердің басты мақсаты ол өздерін көрсету, өздерін арттыру. Ал бізден бөлек медиа саласында, маркетинг саласында үздік басшы номинациялары бар клуб араларындағы сол кісілер мүмкін финансовалық жағдан не істеп қалуы мүмкін шығар? Керемет қой енді. Қосылып сыйақы ретінде, мотивацияны таландыру ретінде. Сол қарастырылуда. Енді ал футболшылардың басты мақсаты ол өздерін көрсету. Ол жақта өзіміз де көрдік осы 1,5 маусым арасында футболшылардың басты несі ол инстаграмға өту, тиктоктан көрініп қалу, гол соғу, өзін жақсы қырынан көрсетіп, басқа бір жоғарғы клубтан, мысалы бірінші негізгі командалардан көріну, немесе Еуропаға шығып кету. Ақша бұл жақта бірінші орында тұрған жоқ біздің футболшылар үшін. Дәл солай, енді жасөспірімдер болсын, алдымен сол футболдағы, алаңдағы ойындары маңызды. Тағы да бір жаңалық, және өзім басында айтып кеттім, Павлодар қаласында MasterCard'тың лиганың бас спонсорларының бірі, сол MasterCard'тың қолдауымен қыздар фестивалі өткен болатын. 2 күн қатарынан сол фестиваль аясында және медиа, маркетинг және командалар, медиа офицерлерінде жиналысы болған екен. Оны біз сайттан, жаңалықтан байқадық. Сол event туралы айта кетсең. Жалпы бұл ивент енді біз жылда, енді 1 маусымнан бастап QG Лига несімен көпшілікке танымал? Ол осындай үлкен матчдайларды өткізуімен. Тараз орталық стадиондағы солдаут, Астана қаласындағы ашылу матчы, Цервена Звезда командасына қарсы матчдей. Оның барлығы енді қос команда арасындағы өтетін матч арасындағы ивент. Ал бұл жолы біз енді осы 1,5 маусым арасында жасамаған дүниені, жалпы Қазақстан футболында жасалмаған дүниені жасадық десек болады. Ол қыздар футболының үлкен фестивалі. 2 күнге созылды. Бірінші күні біз Павлодар қаласында бапкерлер құрамын осы келесі маусымда енді QG Лигада қыздар лигасы ашылып қалған жағдайда, бұл әлі нақты белгіленген жоқ, осы келесі жылы қыздар лигасы болады деп. Бізге бұл жерде Қазақстан футбол федерациясының рұқсаты керек. Міне осындай табысталады, сіздер осы жарысты өткізесіздер деп. Сол рұқсатты алған бойда, біз Алланың қалауымен осы қыздар футболын жүзеге асыратын боламыз жасөспірімдер арасында. Ал
ивент енді осы жарысқа алғашқы қадамы болды. Бапкерлерге жалпы қалай жұмыс жасалу керегі, қандай регламент талаптары бар екені барлығы таныстырылды. Бірінші күні спорт сараптама бөлімі бапкерлермен жұмыс жасады. Сондай-ақ лига президенті Рохус Шох мырза келіп, жалпы барша ортақ жиында сөз сөйлеп, жалпы қыздар футболының маңыздылығы туралы өз ойын айтты. Ал одан бөлек, біз сондай-ақ медиа маркетинг саласындағы, медиа саласындағы баспасөз қызметкерлерімен жұмыс жасадық. Ол жерде біз 8 команданың баспасөз қызметкерлері келді. Ол енді қазіргі таңда өздерінде енді жасөспірімдер арасындағы командалары бар, қыздар командалары бар, командаларды біз жинадық, баспасөз қызметкерлерін. Өйткені олар осы алдағы таңда кіріп қалуы әбден мүмкін, ықтимал. Енді оларға түсіндірдік. Келесі маусымда енді қазірде екі команда, енді оларда қазір 2 жас санаты ғой, U18, U17. Ал енді келер маусымнан бастап бұл қызметкерлердің жұмысы едәуір арта түседі. U16 бар. U16 бар. Одан бөлек қыздар командасы және осы 4 команданың барлығы осы баспасөз қызметкерлердің қолында болады. Бір адамның қолында бола ма жұмыс? Үлгере ме? Енді ол клуб тарапынан қалай приоритет дейсің ғой. Приоритет. Клуб қалай десе, мысалға біздің ең басты сұрауымыз ол әрбір командада енді QG лиганың клубында баспасөз қызметкері болу керек. Ал енді біреу бола ма, екеу бола ма, ол енді клубтың басшылығы өздері шешеді. Бірақ енді былай қарағанда бір баспасөз қызметкері негізі жетпейді ғой. Жоқ, жұмыс жасауға болады. Бірақ андай болып қалса ше, енді түсінікті ғой, U18, U17 санаттағы ойындар бір қалада болады, таңертең U17, түстен кейін U18, ал U16 ше, басқа қалада болып қалса, қыздар командасының басқа қалада болып қалса. Қыздар командасы міндетті түрде, бұл жерде талап жоқ. Мысалы, қыздар командасының баспасөз қызметкері осы командамен сырт алаңдағы ойындарға шығу керек деген талап жоқ біздің регламентте. Қабылдайтын команда бар ғой. Сол екі жақтың қабылдаушы команда, өз алаңында қабылдайтын команда баспасөз қызметкері барлық фотосын, видеосын түсіріп, қонақ баспасөз қызметкеріне жіберетін болады. Жалпы жұмысты жасауға болады. Түсінікті. Енді сәттілік, алдағы маусымда өте қызықты дүниелер күтеміз. Өйткені QG лига бұл тек қана жақсы ойындарды көрсету емес, бұл жаңағы керемет жаңалықтар, жаңашылдықтар, өте керемет жаңалықтар болатынына сенімдіміз. Павлодар қаласында біз міне осы 200-ге жуық қыз бала доп теуіп, түрлі шаралар өтті сол қыздар үшін спорт сараптама бөлімінің бастауымен. Ал одан бөлек бізде Павлодар қаласында қосымша не бар ғой, алаң бар ғой. Сол алаңда біз әуесқойлар арасында жарыс өткізген болатынбыз. Тоже қыздар командасы 6 команда қатысты. 6 командада 6 футболшыдан болды. Жарыс өтіп, бірінші, екінші, үшінші орынды біз кубок медальдармен марапаттап, оларды да бір қуантып қайттық негізі. Шамамен қанша жанкүйерлер келді? Өйткені біз енді Инстаграм желісіне қараған кезде жаңағы жанкүйерлердің көп. Біз енді бұл жерде билет сатылымы ештеңе болған жоқ қой. Сондықтан біз былай нақты осынша адам болды деп қазір айта алмаймыз. Енді бір 200 қатысушы болса, одан бөлек бапкерлерді қарай қосайық. Ата-анасы бар, медиа қызметкерлері бар, ата-анасы бар, жолдастары бар, және одан бөлек бізде бұл матчдей болмаса да үлкен эвент болды. Осы эвент аясында бізде аяусынды әртісіміз өнер көрсетті. Сол әртістің өнеріне де қаншамада жанкүйерлер келді. Сондықтан бұл жерде енді бір 1000-нан аса көрермен болды. Жалпы өзің фестивальдің өтуден кейін риза болдың ба? Өте ризамын. Жалпы бұл жерде енді біз осыған бір жарым маусым қатарынан біз ер балаларды көріп келе жатамыз. Жалпы ес білгелі біз ерлердің футболын білеміз, ерлердің футболы қандай екенін түсінеміз, эмоцияларын көреміз, қайта жауаптарын білеміз. Ал бұл жолы енді біз қыздардың футболы қандай екенін, қыздардың футболға деген махаббаты қандай екенін көре білдік, және қыздардың футболға кіргісі келетінін де көрдік, қатысқысы келетінін. Түсінікті. Ақжол енді керемет бастама, келесі жылда міндетті түрде күтеміз. Ал қазір біз бүгінгі күнге ораламыз, өйткені ертең тікелей эфирде бізде әдеттегідей QG лиганың YouTube парақшасында, біздің телеарнамызда ойындар өтеді. Жалпы енді осы 20-ші турдың ойындары әдеттегідей 2 күнге бөлінген. Ертең сенбі 28 қыркүйек күні бізде тур Ордабасы Ақтөбе керемет ойынмен басталады. Одан кейін 16:00-де дәл сол уақытта Алматыда Қайрат өз алаңында Ақсуды қабылдайды. Бұл турнирдің бірінші және 12-ші командалары ғой. Сол ойынды Инспорт телеарнасынан тікелей эфирде қарай аласыздар. Ал 18:00-де Астана Атырау ойыны өтеді. 29 қыркүйекте Каспий Қайсар 16:00-де, дәл сол уақытта Таразда Тараз Тобылды қабылдайды, және 18:00-де керемет ойын Шахтер Жасқыран. Бұл жерде енді Шахтер командасы
командасына ұпай жоғалтуға болмайды, жоғалтса тіпті 4-ші орынға сырғып кетуі мүмкін. Жалпы енді Бекежан осы орайда саған сұрақ. 20-ші турдың сенің ойынша ең бір керемет өтетін ойыны. Вывеска дейді ғой енді. Матч. Бұл жерде тур матчы. Тур матчы міндетті түрде бар, әрине. Бірақ бұл жерде мен одан бұрын айтып өтетінім, енді осы студияда, осы екі студия болмадық, өзінің жақын досың айналған Әділет Талғатбек, есіңде ме? Осыған дейінгі студияда жалпы ойланбастан айтты ғой, нақты 100% Тобыл Шахтердан ұпай алады деді. Сол болды. Қалған екі команда Ордабасы Тараздар ұтты. Қалған екі команда өтті. Шахтер екінші орнын жоғалтып алды. Осы Тобылдан жеңілгеннен кейін енді осы жерде Әділеттің жоқтығы деймін. Бірақ сұрағым келетіні Тараз бен Тобыл арасында Әділеттің ойы қандай болады екен? Білмеймін, меніңше бұл жерде барлық түсінікті. Енді Тобыл өз алаңында ойнады ғой. Ал енді Тараз өз алаңында, сырт алаңда Тобылдың ойыны мүлдем бөлек. Сондықтан Таразда мотивация жоғары. Тараз екінші орынға дейін көтерілді. Енді сол екінші орынды сақтап қалу үшін клубқа бар жоғы 3 ойында жетсе болды. Команда екінші орында. Команда енді халықтық чемпион деп айтсақ та болады, өйткені Қайратты білесің. Әрине. Қайрат ол оқ бойы озып кетті ғой. Ал неше? Тараздың 7-ші номері орынбасары ше. Голдарын көрді Ақтөбеге. Керемет. Сұмдық голдар. Қазір енді Бекежан сол 20-ші қыркүйектегі 3 ойында талқылап өтейік. Жалпы кім фаворит? Ордабасы, Ақтөбе. Алғашқы айналымда Ақтөбеде 1-0 есебімен, міне енді алдарыңызда Әділжан Исаның гол соққанын көріп отырсыздар. Ақтөбе командасы ұтты, ал Ордабасы енді бір кек қайтаруға тырыса ма бұл жерде? Ордабасы міндетті түрде, Ордабасы жеңіске жетуге мұнда олардың турнир кестесіндегі жағдайы 3 ұпайдан басқа нәтиже жоқ деп айтады. Осыған дейін де мысалы біздің Павлодар қаласында өткен фестивалімізде Арман Пірманов, Ордабасының баспасөз қызметкері, медиа офицері болды. Ол да айтты, біздің басты мақсатымыз қазіргі таңда ол тек қана екінші орын, тек қана күміс медаль. Одан басқа нәтиже біз үшін ол ұтылған жағдай деді ғой. Енді бұл күміс медальдар тек қана Ордабасының ойыны емес, Тараздың ойынында қарау керек. Ең жаманы сол. Барлығын ұтсан да, қазір Ордабасы Тараз ұтса да, мысалы үшін 3-ші орын. Тіпті енді біз бірнеше студия бұрын осы Ордабасы, Тараз, Шахтер соңына дейін таласады деп айттық қой, 22-ші турға дейін. Дәл сондай жағдай алатын секілді. Бірақ енді қарасан, Бекежан, ана жолы және сен Әділетті айттың ғой, Тобыл ұтады деп айттың, ұпайды алады деп айттың. Мен де сол турдың алдыңғы бағдарламасында, енді жұма күні болатын, бір клуб міндетті түрде ұпай жоғалтады. Және ол клуб Шахтер болуы мүмкін деп айттым. Өйткені қазір Ордабасы да, Таразда керемет баптарында, ал Шахтерді қарап отырсаң, екінші айналымда, жалпы бірінші айналымның ортасынан бастап, ойындары, әрбір ойындары бір тым оңай болған секілді. Команда өзі бір жайбырақат болды ма соңғы турларда, өзін екінші орында сезініп қойды ма, тым қатты өзіне сеніп қойды ма, ерте сеніп қойған секілді. Сол себепті 19-ші турдағы Тобылдан жеңіліс жігіттерге бір қосымша мотивация беретін сияқты. Ал Ордабасы командасы өз алаңда енді Ақтөбені міндетті түрде ұтуы керек. Жаңағы алғашқы айналымдағы 1-0 есебі бар. Енді Ақтөбе қазір соңғы турларда керемет ойнап жатса да, Ордабасының жігіттері қазір 4-ші орында ғой. Ең бір қиыны 3-ші орын емес, 2-ші орын емес, 4-ші орын алған ғой. Сондай Ордабасының 3-1 ойыншысы қазіргі таңда негізгі командамен жаттығу жасауда, және сол ойыншыларға QG лигаға түсіп, осы ойындарда өнер көрсету рұқсат берілді ма? Жоқ, Ордабасының Бағдау Нұрәулеттің түсіндім ғой, рұқсат берілген шығар енді көмектесуге. QG лиг олар қазір жаттығу жасайды. Енді негізгі командамен олар ойын ойнамайды ғой, өйткені Ордабасының қазір бапкерлер қарайды. Қазақстан премьер-лигасындағы жағдай ол чемпиондыққа таласуда. Сол үшін енді бұл балалар негізгі командада әзір ойнамайды. Бірақ жаттығу жасау мүмкіндігі бар. Ал енді осы ерлермен, Асхат Тағыберген сынды профессионалдармен жаттығу жасағаннан кейін осы QG лигада өнер көрсету осы 3 ойыншыға қазір бір шамалы жеңілдеу болғандай дейді. Басқа жігіттерге де ынталандыру ғой. Жігіттер бөліседі, біз не істедік, қалай істедік. Мүмкін сол екі команда жиналып, сол ағалары, інілеріне бір жолдау айтатын шығар, сөйлесетін шығар. Бұл енді білесің ғой, жас футболшыға Тағыбергеннің, Исламханның ойындарын көру бұл ерекше. Әрине, осындай практика енді басқа да командаларда болса тіпті керемет болушы еді, өйткені осындай үздіктерін осылай бір марапаттаса, енді кішігірім марапат қой бұл ойыншылар үшін. Өздерін жақсылардан көрсете алады. Енді Ордабасы да мен сенімен толықтай келісем, Ақтөбе енді былтырғы маусымдағы Ақтөбен, биылғы маусымдағы Ақтөбен салыстыру екі түрлі команда дедік қой. Сол үшін Ақтөбені еш кемсіткеніміз емес, бірақ қазіргі таңда екі команданың ойынын қарайтын болсақ, Ордабасы фаворит, Ақтөбе аутсайдер. Енді Ордабасы жеңіске жету керек. Ал Қайрат пен Ақсу арасындағы ойында енді бұл да түсінікті ойын. Қайрат өз алаңында, бұл жерде
енді мүмкіндік жоқ десеңші Ақсуға. қиындау болады. Алғашқы айналымда Қайрат сырт алаңда Павлодарда Ақсуды 6-0 есебімен тас-талқан ұтқан болады. Бірақ енді ол кездегі Қайрат пен қазіргі кездегі Қайрат екі түрлі Қайрат. Қайраттың қазір басты мақсаты жаңағы U18 санатына команданың кейбір ойыншылары жаңағы Чемпиондар лигасында өнер көрсетеді ғой, иә. Соған дайындалу, ойларында сол шығар. Күні кеше Қайрат жас командасында Ақтөбеге қарсы ойын өткізді ғой. Иә, ойын өткізді. Бағдат, жаңағы Сатпаев секілді ойыншылар қатыспайды әрине бұл ойында. Енді Қайраттың бұл жердегі мотивациясы жоқ деп айта береміз да соңғы турлары. Бірақ барлығында туз үстінде. Жоқ, ең бастысы бар ғой, маған не қуантарлығы, осы біз жасөспірімдер футболында біз үйреніп қалғанбыз. Мотивацияны біз қазір автоматты тұрғыда мотивация деп айтамыз. Өйткені неге біз бұны айтамыз? Профессионал тұрғыдан біз мысалы Қазақстан премьер-лигасының ойындарын алайық, Чемпиондар лигасында мысалы біз ойындарды көріп отырмыз да, кәдімгі Реал Мадрид мысалға 4 ойында жеңіске жетті, оларда бірақ ойыны қалды. Олар тұрады да 3-ші құрамда жүреді да, кішкене бір негізгі командадағы ойыншыларына демалуға мүмкіндік береді. Ал бұл ересектер емес, бұл жасөспірімдер ғой. Сол үшін мысалы қазіргі таңда мен не үшін мысалы Қайрат пен Ақсу ойында кішкене пауза ұстап қалдым, мысалға жеңімпаз айту үшін. Мысалға егер бұл ерлер командасы, ересектер командасы болса, мен айтып едім, Қайрат бұл жерде барлық жағдай шешіп қойған, 3-ші құрамын шығарады, Ақсу мүмкін жеңіске жетуі мүмкін деп. Ал мұнда жасөспірімдер футбол, сол үшін Қайрат бұл жақта мотивацияны ешқашан жоғалтпайды. Олар әр ойын сайын тек қана басты мақсаты жеңіске жету. Сол үшін де олар Ақсу командасына қарсы емқұрайлы ойнамайды. Сол үшін де фаворит. Былтыр есінде болса, Қайрат тек қана 2 жеңіс тапты, екеуі де жасқыраннан болды. Ал биыл 2 теңесіп, Шахтер және Ордабасы жеңілмеген. Әрине. Қайрат жастар үшін керемет мотивация. Олар соң 3 тур қалды ғой. 3 турда жеңілмесе, Күйже лиганың тарихына тағы бір енеді. Өйткені енді былтыр ұтылды. Биыл енді оңтүстік командасы, бірақ бір дивизионында, U17 бір дивизионда ұтылмай, бәрін ұтып, бірақ ол енді басқа тарих, басқа дивизион. Сондықтан Қайрат басшылығы да, Қайрат ойыншылары да бұны естеріне сақтап отыр, және қандай құрам шықса да, меніңше Ақсу командасында мүмкіндік жоқ. Қиындау. Енді Ақсу командасының бізде медиа офицер болды ғой, алдыңғы студияларда, Амина ханым, ол да айтып кетті. Қазір енді бастысы жігіттер өз-өзіне сенуі, бастысы маусымды жақсы аяқтау. Енді бұл енді Қайрат Ақсу ойынын инспорт телеарнасы тікелей эфирден көрсеткендіктен біз бұл екі команданың футболшыларын талқылаймыз. Бұл жерде енді бәріміз белгілі, Дастан Сатпаев, Азамат Тұяқбаев секілді жігіттер бар, бірақ соңғы турлары Мансұр Бірқұрманов деген шабуылшы өте керемет ойнау үстінде, тіпті соңғы турда ассист бойынша хет-трик жасаған болатын. Енді Дастанның орнын жоқтатпау үшін бапкерлер де жаңағы Мансұр да түсініп тұр ғой, бұл керемет мүмкіндік оған. 14 ойын өткізген екен, оның 7-еуін негізгі құрамда, 7-еуін қосалқы құрамда, және сол 14 ойында 9 гол, 4 ассист жасаған еді. Десек, бір ойында бір кемінде гол немесе ассист жасайды. Мансұр туралы ойын қандай сен, Бекежан? Жалпы өзің айтқандай толықтай келісем, бұл енді Дастан Сатпаевтың орнын жоқтатпайтын ойыншылар, және жалпы Қайрат академиясында әлсіз ойыншы жоқ. Өйткені Қайрат академиясы ол еліміздегі ең үздік академия, жалғыз академия. Деңгей ұстап тұрған. Сол үшін де бұл жерде егер ойыншы өзін әлсіз жағынан көрсететін болса, ұзаққа созылмайды оның карьерасы Қайрат академиясында. Сол себепті Мансұр Бірқұрманов өзінің дәлелдеуде, өзін жақсы қырынан көрсетуде. Сол үшін тек қана сәттілік. Бұл ойыншыны мен тікелей эфирде 2 ойынын ғана көрдім. Жақсы қырынан көрсете білді. Және де енді Ақсу сапынан біз қақпашыны атап өтейік. Бұл Ростислав Филимонов, жас қақпашы, енді соңғы турларда ғана бұл жігітке сену үстінде бас бапкерлер, және Ростислав соңғы ойында мысалы Каспийде бірақ гол жіберді. Енді біз білеміз ғой, Ақсу жағдай кемінде 2-3, тіпті Қайраттың 6 гол жібереді. Ростислав соңғы 4 ойынның 3-і негізгі құрамда өткізді, 19 сейв жасады. Енді 19-ды 4-ке бөлсек 5 сейв болады ғой енді бір ойында, және 7 гол жіберіпті. Қалған қақпашылардың статистикасының сандарына қарасақ, Ростиславтың сандары жаман емес. Жалпы Филимонов деген фамилия өзі қақпашының бұл деңгейлі, бірақ енді Ақсуда өз ойын өте түсінді осы, қақпашыны ауыстырайық, бір нәрсе көрейік деп, бір кішкене кеште оянған сияқты негізі бапкерлік құрам бұл жерде. Жалпы Ақсу командасы енді 12-ші орында ғой, қазір турнир кестесінде кейінірек қараймыз, сол ойын орында қалып қалады ма, әлде бір Ақтөбені жетіп жоқ, олардың да өзінің басып озып. Әрине, олардың өзінің мақсаттары бар, соңғы орында қалып қалысы келмейді. Сондықтан бұл команда менің ойымша Күйже лигада 12-ші орында емес, шамалы биігірек аяқтайды. Былтырлар кім алып еді? Соңғы орын Атырау ма?
Атырау болды, иә. Атырау болды, Атырау мен Астана соңғы турда деседі ғой. Жарысты ғой, сөйтіп Атырау алып кетті. Енді көрейік, бұл ойын өте қызық. Инспорт телеарнасында сағат 16:00-де тікелей эфирде Равиль Ашығали бұл ойынды жүргізеді. Астана Атырау. Бұл да өте керемет ойын, себебі екі команда бір-біріне жақын турнирлік кестеде. Бұл турда жақын болуы. Математикалық тұрғыдан бестікте қалу үшін, жалпы бестікке жету үшін бұл қай ұтқаны сол бестікке таласады. Астана өз алаңында өте керемет ойнайды. Атырау алғашқы айналымда 8-ші турда Астананы 4-0 есебімен тас-талқан етіп ұтқан. Бұл жерде Байтұрсын дубль жасады, Нұрмұхамед өз қақпасынан гол соғып алды және Бақытжан гол соққан еді. Енді осы екінші айналымдағы 20-ші турда сен қандай ойын күтесің бұл командалардан? Жалпы енді Астана командасының ойынына келетін болсақ, рас Астана маусымды өте нашар бастады. Алғашқы ойындарына қарағанда мен ойлағам енді былтыр жаңағы өзіміз айттық қой, Астана мен Атырау соңғы турда ғана шешті. Екі команда өзара кім соңғы орында аяқтайтынын. Мен ойлағам, енді Астананың алғашқы ойындарына қарап, биыл да сол жағдай қайталануы мүмкін деп. Бірақ екінші айналымға шамалы қалғанда Астана командасы ояна білді. Бапкерді ауыстырғаннан кейін ойын жүре бастады. Және Астананы қазіргі таңда біз бестіктен көруге әбден мүдделіміз. Енді бұл ойын қызыққа толы өтетініне күмән жоқ. Астана өз алаңында әдемі ойнайды, өзің айтқандай, бірақ енді Атырауға да маусым соңы үш-ақ тур қалды. Ұпай жоғалтатын еш мүмкіндік жоқ. Олар да егер турнир кестесінде биігірек аяқтағысы келетін болса, енді бұл жерде барлық ойындарды қарайтын болсақ, дәл осы ойын 3 ұпай емес 6 ұпайға, иә. Былтырлар енді жаңа айтып кеттік қой, бұл командалар соңғы орынға таласып жатса, қазір бұл командалар бестікке таласуы мүмкін. Өйткені Каспий қалып қалса, мысалға, Тобыл командасы ұпай жіберсе, Астана ұтса, Астана 5-ші орынға көтеріледі. Білмеймін, енді жалпы Астана командалар үшін ұлттық құрама, жаңағы негізгі команда, КФЛ-да команда, Астанадағы ойындар бір ерекше бір күш береді, ынта береді. Енді білеміз, ұлттық құрама қалай ойнап жатыр, жалпы Алматыда да, Астанада да салыстырсақ, Астана аренада өткен 70% ойынын ұлттық құрама ұтады екен. Міне, енді KG лигадағы Астана үшін манеж дейміз ғой, манежде ойнау меніңше енді тиімдірек. Өйткені енді Атырау командасы бүкіл жаңағы 20 тур өтті ма, соның жалпы 20 турдың барлығында сырт алаңда жаңағы ашық ауада ойнады ғой. Ал енді ашық аспанда. Ал енді бірінші рет міне осы 20-ші турда жабық алаңда манеж ойнайды. Ол да әсер етуі мүмкін. Әрине, Астанаға қарсы сырт алаңда ойнау өте қиын. Және былтыр мысалы Астана аренада ойнады, ойындары жалпы енді 50-50 болып тұрды. Ал қазіргі таңда енді Астана өз алаңында ұпай жоғалтатын команда емес. U17 А санатындағы команданы қараймыз мысалы. Енді ол бөлек лига жарайды, бірақ олар да осымен керемет пайдалана біледі, және қазіргі таңда бір-ақ рет жеңілген команда болып тұр ғой. Сол үшін енді бұл ойында мен ойлаймын, Астана жеңіске жетеді, немесе тең. Атыраудың жеңісіне енді қатты сене қоймаймын, бірақ тең бір ұпай алып кетуі әбден мүмкін. Ал алғашқы айналымдағы жаңа мен айтқан 4-0 есебі сені ол енді күмәндандырмай ма? Күмәндандырғанда ол жақ өзім айтқандай бастапқы турдағы Астана және қазіргі таңдағы Астана ол екі түрлі команда. Қазір Астананың лидерлары дейміз ғой, енді көшбасшылары, команда көшбасшылары бір ояна білді. Бір-екі ойыншылары бар қазір, бір өзіне ойынды алып, бір техникалық тұрғыдан алып кетер ойыншылар бар. Сол үшін бұл жерде Астана жеңіске жетеді, немесе Атырау бір ұпай алып кетеді деген өз болжамым бар. Қалған 29-ші турдағы ойындарды, құрметті көрермендер, біз жексенбі күні өтетін студиялық бағдарламада талқылайтын боламыз. 17:00-де Инспорт телеарнасында жіберіп алмаңыздар, және KG League YouTube арнасында тікелей эфирде. Шахтер мен Жасқыран арасындағы ойынға кәдімгі тоқталып кетті. Өйткені есіңде болса, енді былтыр өзінде KG Лиганың ойындарын көріп отырдың ғой. Шахтер да былтыр үштікке таласқан команда еді. Және осы қателеспесем 2 тур қалғанда, немесе 1 тур қалғанда Шахтер осы үштікте келеді. 3-ші орында келеді. И Жасқыран 4-ші орында келеді сол уақытта. Ақтөбе 2-ші орында. 2 тур қалғанда, немесе 3 тур қалғанда Жасқыранның Қарағандыдағы сырт алаңдағы ойын өтеді. Ойлап отырмыз да, Шахтер енді жарайды, жеңсе бітті, онда Жасқыран 4-ші орында қалды, үштік бізде анықталды деп. Бұл жерде Жасқыран 6-0, 6-да бір есебімен сырт алаңда жеңіп кетеді ғой Шахтерді. Жаңбыр жауып тұрған ойын, кәдімгідей бір Лондондық ауа райы болды. Және осы қайталанып қалады ма деп тұрмын ғой. Егер бұл жерде Жасқыран Шахтерден ұпай алатын болса, жеңіс демей қойық, бір ұпай алатын болса да, Шахтердің жағдайы күрт өзгеретін болады. Жасқыран Шахтердан бір ұпай алды дейік, жеңіс емес, бір ұпай алды дейік. Ордабасы мен Тараз өз ойындарын жеңді. Кезекті тур Шахтер бір сатыға төмен түседі. Осыған дейін 2-ші орында болды, 3-ші орынға түсті ма, қазір ұпай жоғалтса 3-ші орыннан 4-ші орынға түседі. Ары қарай уже 2 турда жетіп алуы
екі талай ғой. Психологиялық тұрғыдан енді сол қиын ғой. Маусым бойы сен 20 тур өтті ма, соның 15-інде екінші орында тұрып жатсың да, соңғы турлар қалған кезде 4-ші орын алып қалған деген білмеймін. Енді жігіттер қазір жиналу керек, жігіттер осының барлығын түсінеді ғой. Бапкерлік құрамдары бар, жаңағы команда жетекшілері бар, барлығы түсініп тұр. Сол себепті меніңше Шахтер бұл ойында жасқыранды, бір керемет мотивациямен жасқыранды. Енді не қазір команда әр тур сайын төмен түсіп барады. 9-ші орынға дейін түсіп қалды. Команда былтыр 2-ші орын алған команда. Сол себепті меніңше Шахтердің бұл ойындағы мотивациясы жоғарырақ, және Шахтер маусымда 2-ші орынмен аяқтағысы келеді. Қазір енді біз 19-ші турдан кейін турнирлік кестені қарап өтейік, 20-ші турға дейін. Бұл жерде енді Қайратты айтпай қойық, білеміз, 1-ші орында, 2-ші орында біз айттық Тараз командасы, 3-тікте Шахтер Ордабасы, соңғы турға дейін бұл 3-тік жалпы кім жаңағы медальдарға лайық екенін анықтайды. Ал Каспий тобыл Астана Атырау болса, олар жаңағы 5-ші орынға таласу үстінде. Тек қана бізде қазір мотивациясыз жүрген командалар, ол Ақтөбе, Жасқыран және Қайсар мен Ақсу енді арасы 3-ақ ұпай болып тұр ғой, міне көріп отырсыздар. Бұл жерде енді Қайсардың бір бір ұпай алса, тіпті енді мен қалған 3 турда Ақсу командасы 2 рет жеңіске жетеді деген сенбеймін. Бәлкім маусымның басындағы да 2 жеңістен бастады ғой. Лидерлер қатарында болды. Бірақ одан кейін 6-та 5-6 ойын қатарынан жеңіліп, тіпті төмен түсіп қалды. Сенің ойынша бұл турнирлік кестеде қандай бір қатты өзгеріс болуы мүмкін? U18 элиталық дивизион дейсіз ғой. Енді өзім айтқандай Шахтер үшін қатты қорқып тұрмын. Қобалжып тұрмын. Енді өзім қарағандылық болғандықтан. Енді бұл жерде мен Шахтерға жанкүйермін деп айтпаймын. Жалпы мұнда менде жанкүйерлік ететін команда жоқ, себебі біз енді Q-лигада қызмет атқарғандықтан мынау команда жақсы, мынау команда жаман деп бөліп жармаймыз. Сол үшін де бірақ десе де енді қарағандылық Бекежанның айтуы бойынша енді Шахтердің бұл жерде Жасқыранға қарсы ойыны былтырғыдай болып қалады ма деген андай флешбектер бар ғой. Енді Жасқыран бұл жолы қайтып өтейін. Бір ұпай алатын болса бітті. Шахтердің жағдайы күрт өзгереді және бұл жерде 3-тіктен көрінуі үлкен сұрақ болады, үлкен сұрақ. Өйткені Тараз бен Ордабасының қазіргі таңдағы қарқыны, қазіргі таңдағы ойыны және мысалға енді жақсы Асылбаев Шахтерде бар. Енді 3 ойыншыны қазір алайық. Асылбаев Шахтерде бар, Нұрдәулет Орынбасар Таразда бар, және Бағдаулет Нұралы Ордабасыда бар. Енді осы 3 ойыншының қазіргі таңдағы ритм алуын қарайтын болсақ, Тараздың көшбасшылары әлдеқайда бір биіктеу тұрған сияқты. Сондықтан да бұл жерде енді командалық ойынмен Шахтер алып шығатын болса, енді қуантарлық жағдай, бірақ енді Жасқыранмен осы ойынды көргім келеді. Мен үшін бұл ойын қызық. Сұрмергендер тізіміне де қарайық. Бұл жерде енді өзгерістер де сәл болса да бар. Әзірге Дастан Сатпаев Шахтер болайын деп тұр ғой. Маусым бойы 1-ші орында келе жатады да, соңғы турларда алады да төмен түсіп кетеді. Өйткені Дастанда сол әдеттегідей 19 гол, ал оның тікелей қарсыластарында оның командаласы досы Азамат Тұяқбаевта 18, ал Ордабасылық шабуылшыда Бағдаулет Нұрғолда 18. Енді бұл жерде Нұрдәулет Орынбасар 14 голмен қалып қалды. Жете алмайтын шығар, бірақ бәлкім кім біледі, бір ойында 5 гол салып кетсе, покер жасаса, Арнольд Кнауп секілді мысалға жетіп кетуі мүмкін. Сенің ойынша үздік сұрмерген кім атады? Меніңше Дастан Сатпаевты қазір осы Азамат немесе Бағдаулет жетіп қуып кететін секілді. Қазіргі таңда егер 3 тур бар ғой? Бомбардирлер тізімін қарайтын болсақ, менің ойымша бұл жердегі фаворит Тұяқбаев. Тұяқбаев енді бұл ойыншы міндетті түрде ойын практикасын Қайрат U18 командасында әлі де алады. Сөзсіз, бір ойын, 2 ойын өткізеді осы қалған 3 ойыннан. Ал Дастан Сатпаев мысалға бұл ойындарды ала ма? Оған бере ме осы ойындарды? Өйткені ол Қайрат жас командасында қазір өнер көрсетуде. Чемпиондар лигасының ойыны бар Қайратта. Сол үшін кішкене бір Дастанды сақтап қалатындай. Бапкерлік құрам, басшылық құрам, кішкене өзіңді күш жинай тұр дегендей болып қалуы мүмкін. Біз жаңағы профессионалдар командасы, жасөспірімдер командасы деп осыған дейін бөліп жардық, бірақ енді бұл деңгейінде менің ойымша Дастан Сатпаевты қазір Қайрат жастар командасына және осы чемпиондар лигасына алып қалады. Ал Азамат Тұяқбаев Q-лига U18 командасының бас көшбасшысы болып, осы үздік сұрмерген енді жеңімпаз атанады деп ойлаймын. Азамат үздік ассистенттердің қатарында 1-ші орында. Дастанда 7 ассистентмен 1-ші орында тұрды ғой. Соңғы турларда Азамат оны қуып жетті де, міне алдыға шығып кетті. Бұл енді ассистенттер енді Азаматтың басты мақсаты
бұл жерде әрине үздік сұрмерген атану. Осы орайда Бекежан сұрайын, сен Күйжелигада жұмыс жатсың ғой, маусым соңына дейін бірнеше тур қалды, үздік футболшыны анықтау керек деген сияқты. Сенің ойынша маусымның басында керемет ойнаған Дастан Сатпаев немесе маусым аяғында командасын өрге сүйреген Азамат Тұяқбаев MVP атағына лайық па? Сенің жеке ойын? Менің жеке ойым болса, Дастан Сатпаевты бәріміз білеміз. Ол үздік бомбардир, ол үздік сұрмерген және команданың үздігі. Сөзсіз қайраттың... Осы турға дейін ойнаса? Жоқ, жалпы сөзсіз қайраттың үздігі Дастан Сатпаев. Қайрат жастар командасына ілігуде биылғы маусымда негізгі құрамда қанша 15 минут па 20 минут ойнаған Лига кубогында қайраттың сапында. Дастан Сатпаев, жалпы Дастан Сатпаев болашағынан үміт күттіретін Қазақстандағы енді біздің үмітіміз. Сөзсіз. Бірақ егер маусымға қарайтын болсақ, бұл жерде енді Азамат Тұяқбаевты өте жақын бұл ойыншыға. Мысалға, пас беру, ассист бойынша лидер. Үздік сұрмергендер арасында арасы бірақ гол. Енді қазір пас пен ассист, гол мен ассисті санасақ, екеуінде бірдей болып тұр. 27-тен болып тұр. Содан бөлек, мысалға, бізде енді турнир маусым барысында өткен ойындар, және одан бөлек бізде шоу-матч енді All-Star ойыны, Цервена Звезда командасына қарсы ойын. Дәл осы ойында екеуі гол соқты. Бірақ жеңіс голы десе де Азамат Тұяқбаевтың еншісінде. Өйткені алғашқы голды Азамат соқты. Содан кейін Цервена Звезда командасы шабуылға ден қойып, қарымта шабуылда Дастан Сатпаев енді жалғыз қалдан жерде. Сол себепті де бір Азамат туралы азырақ айтылып жатқандай. Жеке өзім, онда мен айтарым Азамат. Екінші айналымда Азамат Тұяқбаев енді Сандраға қарасақ мықты өткізіп те жатыр. Мүмкін гол сала ма, салмай, менде ол уақыттың еншісі ғой, бірнеше 3 тур қалды. Көрейік, бірақ енді менде енді аванс ретінде білмеймін, Азамат Тұяқбаевтың ойыны маған ұнайды өзіме. Өйткені қазір енді команданың ойыны дәл сол Азаматтың жанында өрбуде, сол пастарды да беріп, керек кезде соғып, керек кезде арқада қайтып жүр. Енді көреміз. Менің де фаворитім Азамат Тұяқбаев, себебі жалпы жасөспірімдер футбол көріп жүрген, біліп жүрген журналистер қауымы, жанкүйерлер қауымының барлығының аузында тек Дастан Сатпаев. Бізде сөйтіп айтып қой маусым басында. Бір аздау, Азамат туралы аздау айтылып жатқандай, сол үшін енді менің өзімнің фаворитім Азамат Тұяқбаев. Сәттілік. Бұл енді маусымдағы тағы бір интрига. Бұны біз әрине бірінші қараша күні білетін боламыз. Былтыр да осындай интрига болды, және осы интриганы дәл осы Қайрат ойыншылары ұйымдастырған. Былтырда Арып Сауытов пен Рамазан Бағдат екеуінің қайсы үздік сұрмерген болады. Нәтижесінде бір голға Рамазан Бағдат озып кетті. Үздік бомбардир, үздік маусымның MVP атанды. Бірақ биыл да, мысалы Рамазан да, Арып та екеуі де Қайрат жастар командасында ойнауда. Бұл үздік атануы оларға еш кедергі жасамауда. Және осы биылғы маусымнан кейін де осы тенденция әлі де жалғасады деген ойдамын. Ассистер қатарында үздік атан, бірақ ойының ары қарай өрге жүзсін. Дастан Сатпаевты Санжар Кемелбекті айта өтейік, Тараздың жартылай қорғаушы және Адлан Нұрғалиевті Дастан Сатпаевты қуып жеткен екен. Ендеше соңғы турларды Инспорт және Күйжелига YouTube арнасына жіберіп алмаңыздар, құрметті көрермендер. Осылайша біздің Күйжелига Лайф студиямыз аяқталды. Тағы да естеріңізге салып өтейік, 28 қыркүйекте бізде Қайрат Ақсу ойыны, ал 29 қыркүйекте Шахтер Жасқыран ойыны тікелей эфирде көрсетіледі. Қош сау болыңыздар, құрметті көрермендер. Эльдар Аманбаев және Бекежан Ардағұлы. Рахмет.